4 may saat 13:36 Түркістан облысы Жетісай ауданы Нұрлы жол ауылы. Міне халық судан қорғанып отырып ауылдап қалуға. Әйтеуір торпақ үйіп көлеңкелер жауып жатыр. Ауыл адамдар атсалысып жүгіріп жүр бәрі. Техникалар ауылдан көмекке келіп жатыр әйтеуір. Жан-жақтан да әйтеуір арыстан да келіп көмекке беріп жатыр. Тамақ қандайында әкеп. Қолдан келгенше әйтеуір ауылдап қалуға әрекет жасап жатырмыз. Что творится, ёб твою мать, дом толкнулся. Не разгоняйся, не разгоняйся. Вот она улица. Вот улица, по-моему. Вон она там на сухой выходит, или мусор это? Это мусор так забился. Сюда на мусор, наверное, не пойдем? Ну просто подъедь, посмотрим, может проход есть там, или туда, или сюда. Течения нету здесь, а ничего? Вот эта улица, да, или там улица? И та улица, и эта улица, они, видишь, вот так за столбом проходи. Мотор. Ёб твою мать, дома, смотри, утонули, все, пиздец, нету домов. Люди без домов остались. Это, по-моему, пена вот такая, вот мусор натащила. Брать, потихоньку проедем. А эти где здесь? Ёбта, мышки. Вот она улица. Я документке барак, документке. Документке барак. Киімін ауызда тұр ғой. Нұрлыбек, тәуекел бәрін қойда, ауылға ешкім кіргізбей қойсаңыздар, шыны керек та? Тұр ғой кісілер ғой. Жоқ, кіргізбей, кіргізбей тұрды. Ауылға ешкім кірмей қойсаңыз, қиын ситуация. Біреуіңді басып қалса ол бүкіл үйлер мүлік керек емес ол жерде. Конечно, денсаулық қой, адам өмір ғой. Болды, үкімет асырайды, мына жерде нәрсе қылады үкімет. Сендер ақылға салып, анау қиылап жатыр, ана жақтан дауыстар естіліп жатыр. Жатыр халық, міне. Халық малын, үйін бәрін әкетіп жатыр. Су. Алла сақтасын. Алла сабыр бере. Алла сабыр бере. Алла сабыр бере. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. 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 Estağfurullah, estağfurullah. Ya Allah'ım sabır görüyor. Ya Allah'ım sabır görüyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Estağfurullah. Estağfurullah, estağfurullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Міне ауылдан шығып жатырмыз. Ауылдан шығып жатырмыз, мына екінші көпір. Өте алмаймыз уже. Су. 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 Алла сақтасын. Allah sabır ver. Allah sabır ver. Ya Allah sabır ver. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah.
La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Estağfurullah, estağfurullah. Ya Allah'ım sabır görüyor. Ya Allah'ım sabır görüyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Estağfurullah. Estağfurullah, estağfurullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Аңғарса, мынау біздің үйде ана сборостың үстінен өтетін тұрбағы үйдің қасындағы. Досым, су уже бетпе-бет лық толды ғой, мынаған келді ғой, тұрбаға тиді ғой, қарсай. Су тұрбаға келді, сборосты уже көтерілді бізде су. Скоро сборос тасиын деп тұр ғой негізі. Жаңа тастар ғой. Сол жақтың бәрін су басқан. Көмір жол полный су. Адам деген. Қоғал қақтың жатқаны қоғалың бәрін әйерде су деген сесесізген көлді жауып атыр ғой. Мына жер толды көріңіз. Қоғалың тең жатсы осы жақта где-то 120-150 адам бар. Үйіндегілер ұйықтап қалған адамдар болса, сыныптастар сәл оятып, мынауларын жинастырып отырыңдар. Пашты көлге кіріп, қанша бөген қойғанмен астына өтіп өтіп жатыр. Камера анық көрсетіп жатыр ғой. Түркістан облысы Мақтарал ауданы Өргебас ауылының жексенбі күнгі кейпі осы. Ауылда бүлінбеген үй, су кірмеген аула қалмаған. Су тереңдігі кейбір жерде 1,5 метрге жетеді. Азаттық тілшісі 200-ге жуық үйді су алғанын, ондағы баспананың қирап жатқанын көрді. Әр жерде үй жануарлар мен құстар қараусыз қалған. Тұрғындардың кейбірі құжаттарында алып үлгермеген. Неге келмедіңіз ауылда? Жерге документ қалған, алғандай. Кейін бір киім кешегіміз болды. Мына жануар, мына ит. Қайтамыз. Тұрғындардың сөзінше жергілікті билік сенбі күні су деңгейі азайып келеді, қауіп жоқ деген. Бірақ жексенбі таңертең керісінше су көбейіп, елді мекен халқы бас сауғалаған. Құтқару қызметінен ешкім уақытында келмеді. Дер кезінде эвакуация жасамады дейді тұрғындар. Ешкім де эвакуация жасаған жоқ. Бүгін 8-де келді ғой. Жаңа мен әлеуметтік желіде жазған екен. Аты жөнін айтпай қоя салайын, оның астына комментариям жаздым. Біз эвакуация жасадық деп, жасалған жоқ. Бір сиырды құтқарып атқанын көрсеткен. Бұл ауылдың адамдары сиырында, мысығында өздері құтқарды. Қанша үй қирап жатыр. Малсыз, жалсыз, киімсіз, аш қалып жатыр. Бұл Құдайдың бұйрығымен келген жоқ. Адамның қастияндығымен келіп отыр. Неге өтірік ақпарат береді? Неге өтірік ақпарат береді? Тоқтаттым деп. Тоқтатқан жоқ. Қазір ауылда адам жоқ. Полицияда ешкімді кіргізбейді. Ал үй жайына алаңдаған тұрғындар ауыл сыртына жиналды. Бәрінің айтатыны бір, үкімет апаттың алдын алмады. Халқым-ау, қарақтарым-ау, қазағым-ау, мынау деген не сұмдық. 3 күннен бері неге тоқтамайды? Біздің елбасымыз қайда? Басшымыз қайда? Облыстық әкіміміз қайда? Аудандық әкіміміз қайда? Ауылдық әкіміміз қайда? Жанашитын бір пенде таппай тұрмыз ғой. Сұмдық қой мынау. Бір жанашитын пенде таппай тұрмыз ғой. Не жазығы бар бұл қазақтың? Болары болды бұның. Ендігі жерде сабыр менен жоғарыдан көмек күту. Көмек берсін. Үйімізді сап берсін, ішіне жиһазын қойып берсін. Басқа. Жоқ. Жалған ақпарат берілмесін. Бұл жерде керек десеңіз, қазір осы Мақтаралдың тұрғындары, осы ауыл, осы Мақтарал ауданының 300 мың халық бар. Соның қазір тең жартысы мына даже мына түйеден ары қарай өткізбей жатыр. Сонда халықты ойламай ма? Президент қайда? Мына аудан әкімі қайда? Біз сайлаған депутаттар қайда? Келді ма негізі осы жағдайға? Ешқандай келген жоқ. Кім келді әкім? Кеше мына өмір шақшы келгендағына вертолетпен бірайланғанда кеткен аудан әкімін біз вообще көрген жоқпыз.
Өргебас ауылында 1500-ге жуық адам өмір сүреді. Бір мектеп, медпункт, балабақша, мешіт бар. Ауыл тұрғындарының дені шаруа. Мал асырайды, егін егеді. Облыс әкімі орынбасарының сөзінше бірнеше ауылда барлығы 3600 гектар егіс алқабын су шайған. 3600 гектар тек қана егістік алқаптары, 404 миллион. Мал санын санаған жоқпыз. Үй қанша үй сіздердің есептеріңіз болса? 620 үй судың астында қалды, бірақ оның саманмен қанша үй біз білмейміз әлі. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Twitter парағына Түркістан облысында 10 ауыл су астында қалғанын, 22 мың тұрғын көшірілгенін, көрші Өзбекстан үкіметімен келіссөз жүріп жатқанын жазды. Абай каналы арқылы Өзбекстаннан келіп жатқан су әлі тоқтамаған. Тасқынға 1 мамыр күні осы елдің Сардоба су қоймасындағы бөгеттің жарылуы себеп болған. Мәншүк Асаутай, Диляра Иса, Азамат Жанқатов, Азаттық ТВ.